Сәлем қыздар, сіздермен бірге Ақсәуле. Бүгін мен осындай түрлі түстен тоқылған бабушкин квадратты тоқып көрсететін боламын. Бұл ең қарапайым түрі, бұны даже новичоктарда қайталай алады. Міндетті түрде видеоны соңына дейін көріңіздер. Тоқу үшін мен 3 түрлі жіпті қолдандым, және де олардың қалыңдығы міндетті түрде бірдей болу керек. 3-ші номерлі ілмек және одан жіңішке 2-ші номерлі ілмекті қолдандым. Ең алдымен ғажайып шеңбер жасаймыз, және осы шеңбердің ішіне 3 воздушный петля тоқимыз. Ғажайып шеңберді мен қысқарақ қылып алам жібін. 3 воздушный петля тоқимын. 1, 2, 3 және 2 столбик с накидом. 1, 2. Бірінші 3 воздушный петлямыз, бірінші столбик с накидом. Тағы 2 воздушный петля тоқимыз, және тағы 3 столбик с накидом тоқимыз. 1, 2, 3, тағы 2 воздушный петля тоқимыз, тағы 3 столбик с накидом. 1, 2, 3, 2 воздушный петля, 3 столбик с накидом тоқимыз тағы. Сосын тағы 2 воздушный петля тоқимыз. Яғни 3 столбик с накидом мен 2 воздушный петляны 4 рет қайталап тоқисыздар. Соңында қатарды соединительный столбик жасап жалғадық. Жібін қырқып алып тастайсыздар. Кішірек нөмірлі ілмекпен, мен 2-ші нөмірлі ілмекпен жіпті осылайша петлялардан өткізіп тығып қоясыздар. Мен бірден тығып тастаймын, кейінге қалдырмаймын, өзіме оңайырақ болу үшін. Мына тұрған артындағы жіпті де петлялардың арасынан өткізіп тығып қоясыздар. Неке жіптерін бәрін тығып болдым. Міне тоққан кезде 4 шетінде 4 тесік болады. Әрі қарай 2-ші қатарымызды тоқимыз. Енді 2-ші қатарымызды бастаймыз. Мен 2-ші қатарды розовый түсті жіптен тоқимын. Розовый түсті жіпті осындай видеодағыдай қылып алып петля жасайсыздар. Және осы петляны қазір шеткі неден өткіземіз? Тесіктен. Мына жерден өткізем, ілмекпен тартып алып шығам. 1, 2, 3 воздушный петля тоқим, және осы тесікке тағы 2 столбик с накидом тоқим. Енді 1 воздушный петля жасайым. Келесі тесікке 3 столбик с накидом тоқим. 1, 2, 3. 2 воздушный петля тоқимыз. Осы тесікке тағы 3 столбик с накидом тоқимыз. Тағы 1 воздушный петля тоқимыз да келесі тесікке 3 столбик с накидом тоқимыз. 1, 2, 3. 2 воздушный петля, осы тесікке тағы 3 столбик с накидом. 2, 3. 1 воздушный петля тоқим, келесі тесікке 3 столбик с накидом тоқим тағы. 1, 2, 3. Және 2 воздушный петля тоқим. Және осы петляға тағы 3 столбик с накидом тоқим.
2, 3. Енді бір воздушный петля тоқимын да, келесі тесікке, ең бірінші тесігімізге тағы 3 столбик с накидом тоқимыз. 1, 2, 3. 2 воздушный петля тоқып, бірінші воздушный петляның үшінші воздушный петляға соединительный столбик жасап жалғаймыз. Жіпті тартып, қырқып алып тастаймыз да тығып қоямыз сразу артық жіптерді. Екінші қатарымыз осындай болып шықты. Енді үшінші қатарды жасыл түсті жіптен тоқимын. Әуел петля жасап алдым мен. Осы петлядан 3 воздушный петля тоқимын. Және де бірінші тесікке тағы 3 столбик с накидом тоқисыздар. 1, 2. Яғни 2 столбик с накидом тоқисыздар. Бірінші столбик 3 воздушный петля. 1 воздушный петля. Келесі тесікке 3 столбик с накидом тоқимыз. 1, 2, 3. Енді 1 воздушный петля тоқим. Келесі тесікке 3 столбик с накидом тоқим. 1, 2, 3. 2 воздушный петля жасайм. Және осы тесікке тағы 3 столбик с накидом тоқим. 2, 3. Енді 1 воздушный петля жасайм. Жасаймында келесі тесікке 3 столбик с накидом тоқим. Ана шеткі тесіктерге осылайша 6 столбик с накидом тоқимыз. Ортасында 2 воздушный петля болу керек міндетті түрде. Әр қатарда тоқыған кезімізде тек қана шетіндегі тесіктерге 6 столбик с накидамнан тоқисыздар. Ортасына 2 воздушный петля жасаймыз. Қазір 1 воздушный петля жасап, келесі тесікке 3 столбик с накидом. Яғни ортасындағы тесіктерге әрдайым 3 столбик с накидом ғана тоқимыз. Арасына 1 воздушный петля жасап. Ал шеткі тесіктерге 3 столбик с накидом, 2 воздушный петля және 3 столбик с накидом. Сол кезде бұрышы 4 бұрышты болып шығады. Енді ортасындағыларына бір-ақ воздушный петля жасаймыз. Әрдайым. Және 3 столбик с накидом. 1, 2, 3. Тағы 1 воздушный петля тоқимыз. Тағы да 3 столбик с накидом. Шеткі тесікке 2 воздушный петля. Және 3 столбик с накидом. 1 воздушный петля жасаймыз. Мінекей, 1 воздушный петля жасайм. Келесі тесікке 3 столбик с накидом. 1 воздушный петля. Келесі ең бірінші тесігімізге 3 столбик с накидом тоқимыз. 2 воздушный петля жасаймыз. 1, 2. Үшінші воздушный петлямызға ілмегімізді салып, соединительный столбик жасаймыз. Осылай қатарымызды қосып, жіпті қырқып алып тастап тығып қоясыздар өздеріңіз. Және келесі қатар қосатын болсаңыздар, дәл осылай ортаңғы петляларға 3 столбик с накидом, арасына 1 воздушный петлямен, ал шетіндегілерге әрдайым 3 столбик с накидом, 2 воздушный петля, 3 столбик с накидом қылып тоқисыздар. Осылай әр қатар сайын тек шеткі петляларға ғана 3 столбик с накидом, 2 воздушный петля, 3 столбик с накидом тоқисыздар. Қалғаны ортасының бәрі 1 воздушный петля, 3 столбик с накидом болып кетеді. Қанша қатар тоқсаңыз да солай тоқисыздар. Артынан қарағанда осындай болып көрінеді. Түрлі түстен жасағандықтан осындай әдемі болып шығады квадратымыз.
Видеоның соңына дейін көргендеріңізге көп рахмет. Менің видеом ұнап жатса, экранда шыққан басқа да видеоларға кіріп көріңіздер. Келесі кездескенше сау болыңыздар.